Садақ ұлы дала өркениетінің ажырамас бөлігі. Оның жебесі өткен мен бүгінгіні жалғастыратын тарихи арқау. Міне, жүзіктің бір көне бір түрі. Қазір мына мысалға максимал тұрға садақ атуға қолайлы қылып істелінген ғой. Ол кезде де әртүрлі болған. Міне жебенің түрі болған, иә, білесіз. Жаңағы сауыт бұзароқ, қандауыз, сарнама, қалва дейді, ұлын дейді, ұшы жоқ жебе, жаңағы ысқырық жебелер бар. Әртүрлі жебелер соғыстың әртүрлі тактикасында әртүрлі қолданған, иә. Міне садақтың жай күйі, жиналған күйі, тартылған күйі. Иә. Бұл мысалға міне садақтың өзі әртүрлі крым татар, қазақ стилінде, тағы да стилінде деп Ассирия, Вейх бөлінеді, өте көп стильдері бар. Яғни соның ішінде мұны құрама садақтардың ең мықтысы сақ дәуірінде, сақ тайпалар кезінде ойлап тапқан, яғни оны мүйізден істеген, ана жылқының жалын тартып, көп құралдар қолданған, қыздырып, біріктіріп, яғни майыс қақтығышты болу үшін, серпіні мықты болу үшін. Мынау қорамса оққа арналған болса, мынау қорамса садаққа арналған. Міне белбеу, жаңағы алтыннан, күмістен, кісе белбеу қосып, жаңағы садақшының керек құрал жабдықтары, оғын майлайтын, жүзігі, тағы салып жүретін арнайы сумкалары болған.